Қайырлы күн, достар, қалайсыздар? Мен үйде осындай шие пісіп тұр екен, сосын осындай өте дәмді пирогты жасауды жөн көрдім. Және сіздерге саламын деп видеосын түсіріп алған болатынмын. Бұл пирогтың дәмі барлығымызға өте қатты ұнады. Бір шай ішкеннен тауысып қойдық десек те болады. Сіздерде үйлеріңізде шие пісіп тұрса, немесе шие сияқты бір жемістер болса, осы пирогты жасап, арасына қоссаңыздар ерекше дәм береді. Және отбасыңыздағыларға, балаларыңызға барлығына қатты ұнайтын болады. Бұл пирогтың жасалуын көргіңіз келсе, видеоның соңына дейін қараңыз. Ең бірінші ыдысымызға жұмсақ маргарин немесе сары май саламыз. Үстінен қант саламыз да, екеуін жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Бізде миксер қажет болмайды. Сосын бір-бірлеп жұмыртқамызды салып араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, бір шай қасық разрыхительді салып, бір келкі қамыр болғанға дейін араластырып аламыз. Сосын шиеміздің үстіне бір ас қасық сахарный пудраны саламыз да, сүйегінен тазалап, осылай араластырып қамырымызға саламыз. Қасықтың немесе лопатканың көмегімен массамызға толықтай араластырып шығамыз. Кекске арналған мен секілді форма немесе 22-24 диаметрлік пирогқа арналған формаға құйып пісіріп аласыздар. Осымен біздің пирогымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Қыздар, жасасаңыздар, өкінбейсіздер. Менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алда керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Каналымның ішіне кіріп көрсеңіздер, көптеген тағамдар мен тәттілердің рецепттері бар. Тіпті мастер-класстарда сататын рецепттерді де мен тегін сіздерге ұсынамын.